Құрметті орталық балалар кітапханасының оқырмандары, бүгін сіздерге кітапханашы ертегі оқып береді. Ертегіміздің аты «Күлше қыз». Олай болса, месінері балалар, сүйікті ертегілерімді оқып бастаймын. Ертеде бір патшалықта ерекше мейірімді, әдемі әрі тәртіпті қыз өмір сүріпті. Оның анасы ертеректе қайтыс болады. Ал әкесі біраз уақыт өткен соң екі қызы бар бір әйелге үйленеді. Олар сондай долы, ұрысқақ адамдар екен. Өгей шеше мен оның қыздары мейірімді қызды жақтырмай, үйдегі барлық лас, кір, ауыр жұмыстың бәрін соның мойнына артып қояды. Кеште бүкіл жұмысты істеп біткеннен кейін ол бұрыштағы пештің қасында күл салынған қораптың үстінде отырып демалады. Сол себепті оның өгей қыздары, өгей шешесі қызды Күлше қыз атап кеткен. Бір күні патша өзінің баласы Ханзадаға арнап бал өткізеді. Оған патшалықтағы барлық қыздарды шақырады. Өгей шеше мен оның екі қызы қуанып, дайындала бастайды. Ал Күлше қыз болса, олардың барлық киімдерін жуып, тазалап, өтектеп, әдемілеп қояды. Жұмыс арасында балға баруды армандап та, күрсініп те қояды Күлше қыз. Алайда ағайынды қыздары оны күлкі етіп, «Өй, сен түріне қарап алсаншы, сендей кір салақ қызды сарайға кіргізуші ме еді? Тіпті армандамай-ақ та қой» дейді. Міне көптен күткенде күн келді. Өгей шеше мен оның қыздары сарайға аттанып кетеді. Осы кезде жабырқап Күлше қыз үйде қалады. Мейірімді қыздың кіндік шешесі келіп қалады. Ол әп-сәтте асқабақты алтын жалатылған күймеге, тышқандарды жал құйрығы төгілген тұлпарға, егеу құйрықты делбешіге айналдырады. Қыздың үстіне әдемі киім кигізіп, жалтыраған хрусталь туфли жасап береді. Күлше қызды күймеге отырғызып жатып, перизат былай дейді: «Түнгі сағат 12-ге дейін қайтып кел», деп қатан тапсырады. Түнгі сағат 12-де күймен асқабаққа, аттарын тышқанға, ал әдемі көйлегін сол баяғы жыртық көйлекке айналады. Сондықтан бір секундқа да кешікпесін. Ол залға Күлше қыз қуанышы қойнына сыймай сарайға аттанады. Ол залға кірген кезде әнде, жырда, әңгіме де бәрі тоқтап, қонақтардың бәрі бет танысудың кім екенін дағдарып қалады. Ханзада Күлше қызды бірден биге шақырып, кеш бойы соның қасында жүреді. Өйткені ол қызға бір көргеннен Ханзада ғашық болады. Бақыттан бас айналған Күлше қыз да уақытты мүлдем ұмытып кетеді. Сағаттың тілі түнгі 12-ге таяған кезде барып, перизаттың айтқан сөздері есіне түседі. Залдан жүгіріп қаша жөнеледі. Бірақ күймесіне жете алмай қалады. Өйткені бұл кезде сағат 12 болып, күйме асқабаққа, аттар тышқанға айналып кетеді. Күлше қыз залдан шығып бара жатқанда аяғынан туфлиінің бір сынары түсіп қалады. Ол екінші сынарын қолына алып, жылап үйіне жаяу қайтады. Түсіп қалған аяқ киімді тауып алған Ханзада, осы туфли кімнің аяғына сыйса, сол қызға үйленемін деп жар салады. Патшаның жалшылары оны қыздардың аяғына кигізіп көре бастайды. Бірақ кіп-кішкентай аяқ киім ешкімнің аяғына сыймайды. Кезек Күлше қыздың әпкелеріне де келеді. Олар қанша тырысса да туфлиді аяқтарына сыйғыза алмайды. Осы кезде патшаның қызметкерлері Күлше қызды көріп қалып,
оған туфлиді киіп көрші деп ұсыныс жасайды. Долы қыздар бұл ұсынысқа шексілері қатқанша күліп, Күлше қызды мазақ етеді. Бірақ туфли Күлше қыздың аяғына дөп келеді. Осы кезде туфлидің екінші сыңарын алып шығып киіп алады. Ал Перизат болса, оның үстіндегі ескі киімін керемет әдемі көйлекке айналдырып жібереді. Күлше қыздың ұрысқа қапкелері балда болған арудың өздері мазақ етіп жүрген Күлше қыз екенін бірден танып, оның аяғына жығылып кешірім сұрайды. Күлше қыз осыларды кешіреді, өйткені ол сондай мейірімді жан еді. Ханзада болса қатты қуанып бірден той жасайды. Көргендердің айтуынша, мұндай көңілді той патшалық тарихында бұрын соңды болмаған еді. Ал енді балалар, біз сіздерге Күлше қыз ертегісін оқыдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.